Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі дәмді, сіз дәл осы рецептпен жеп көрмеген Рафаэлло пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Онымызға қамыр қопсытқышты және құмшекерді салып араластырамыз. Үстінен бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Онымен майымызды біріктіре отырып, крошка жасаймыз. Мінекей крошкамыз дәл осындай болуы қажет. Енді үстінен бір жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді бірден формамызға жабыстыратын боламыз. Диаметрі 24 см болатын форма аламыз. Қамырымыздың кішкене бөлігін алып қаламыз да, қалған бөлігін астына жабыстырамыз. Біркелкі қылып жабыстырып алғаннан кейін, алып қалған қамырымызды осылай кішкене шиыршықтап отырып, шетіне біркелкі қылып жабыстырып шығамыз. Пирогымыздың шеткі бөліктерін, яғни бортиктарын сәл биіктеу қылып, көтеріңкіреп жабыстырып шығамыз. Өйткені біздің салмамыз көбірек болғандықтан, бортиктарымыз биік болғаны дұрыс. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Таза ыдысымызға 20% қаймақты құямыз. Үстінен алдын ала өлшеп дайындалған сгущенкамызды құямыз. Енді жұмыртқамызды саламыз. Ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Достар, осындай дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Араластырып алғаннан кейін үстінен осындай кокосовый стружка саламыз. Тағы бір араластырып жібереміз. Қамыры жабысып дайын тұрған формамыздың үстінен салмамызды құямыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп дайын болғаннан кейін, осындай ақ шоколад алып, үстінен ыстық су құйып, шоколадымызды ертіп аламыз. Пирогым пісіп дайын болды, суып тұр менде. Енді жаңағы ертілген шоколадымызды бетіне құямыз. Құйып болғаннан кейін бірден тегістеп жібереміз. Барлық жеріне біркелкі болатындай шоколадымызды тегістеп жағып шығамыз. Шоколадты жағып болғаннан кейін бірден үстіне дәл осылай кокосовый стружканы сеуіп шығамыз. Пирогымыз өте нәзік, әдемі көрінетін болады. Мінекей біздің әппақ қардай әдемі, нәзік, хит пирог, Рафаэлло пирогымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бір жегеннен ақ сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта өте дәмді рецепттер шығып отырады.